Бұл оқиға менің өмірімді екіге бөлген күн туралы. Бұрын және кейін. Сол күні таңертең бәрі әдеттегідей басталды. Ас үйде шәйнек ысқырып тұрды. Анам терезені ашып, бөлмеге таза ауа кіргізіп жүр. Радиодан баяу ән ойнап тұр. Мен жұмысқа асығып, телефонымды, кілтімді, құжаттарымды іздеп әлекпін. Тамақ ішіп кет, деді анам. Кешігіп барамын, кеш кешемін дедім. Ол маған қарап тұрды. Бір нәрсе айтқысы келгендей. Жылырақ кейін, күн суық. Жарайды, мама. Есіктен шығып бара жатып ол, кешке ертерек кел, сөйлесейік деді. Мен басымды изедім. Есікті жаптым. Бұл оның даусын соңғы рет естігенім екенін қайдан білейін. Күн әдеттегідей қарбалас өтті. Жиналыстар, қоңыраулар, құжаттар. Телефон бірнеше рет шырылдады. Мама деп жазылып тұр. Кейін сөйлесем деп ойладым. 3 рет, 4 рет, 5 рет. Сосын хабарлама келді. Қызым, қолың босаса хабарласшы. Мен жауап жазбадым. Үйге барған соң сөйлесем деп ойладым. Кешкі 7-де жұмыстан шықтым. Аспан қараңғы, қар баяу жауып тұр. Телефон тағы шырылдады. Бұл жолы көршіміз. Мен жауап бердім. Даусы дірілдеп тұр. Қызым, тез келші. Жүрегім суып кетті. Не болды? Бірнеше секунд үнсіздік. Анаң естен танып қалды. Мен не істегенімді білмеймін. Қалай такси тоқтаттым, қалай үйге жеттім, есімде жоқ. Подъезд алдында жедел жәрдем тұрды. Көршілер сыбырлап сөйлесіп тұр. Мен жүгіріп кірдім. Есігіміз ашық, үй іші суық. Анам жерде жатыр. Көздері жабық. Дәрігерлер бір нәрсе жазып жатыр. Кешігіп қалдыңыз, деді біреу ақырын. Мен естімегендей болдым. Мама, қолын ұстадым. Суық, бөлме айналып кетті. Кейін білдім, жүрегі ауырған, маған хабарласқан, көмек сұраған, жалғыз қалған. Телефонды қолына ұстап отырып, мені күткен. Үй іші тым тырыс, радио өшірулі, шәйнек суып қалған. Ас үстінде мен үшін дайындаған тамақ тұр. Мен ас үйдегі орындыққа отырып қалдым. Телефонымды аштым. Соңғы қоңыраулары. Мама, 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 мама. Мен сол түні 100 рет қоңырау шалдым. Бірақ ол енді ешқашан жауап бермейді. Келесі күндер тұман сияқты өтті. Адамдар келді, кетті, жұбату сөздер айтты. Мен ештеңе естімедім. Тек бір ой миымды тесіп бара жатты. Мен неге жауап бермедім? Үйге жалғыз оралған алғашқы кеш. Тыныштық. Бұрын байқамаған дыбыстар естілді. Сағат тықылы, желдің гуілі, көрші пәтердің есігі. Анамның бөлмесіне кірдім. Бәрі өз орнында. Төсегі жинаулы. Көзілдіргі үстелде, тоқыма шәлі орындықта ілулі. Жастығына отырып оның иісін сездім. Сол сәтте ішімдегі бар өкініш сыртқа шықты. Мен қатты жыладым, балаша. Даусымды тоқтата алмадым. Бір аптадан кейін көршіміз маған пакет әкелді. Анаң саған бер деп дайындап қойған, деді. Ішінде мен жақсы көретін тәттілер, жылышылық және кішкентай хат. Қолдарым дірілдеп аштым. Қызым, сен кейде шаршап жүресің. Мен сені мазаламаймын деп көп қоңырау шалмаймын. Бірақ бүгін сөйлескім келді. Даусыңды естігім келді. Егер мен бір күні болмай қалсам, өзіңді кінәлама. Мен сені қатты жақсы көремін. Хатты құшақтап отырып қалдым. Көз жасым тоқтамады. Уақыт өтеді дейді.
Иә, өтеді. Бірақ кей өкініш жүректен мәңгі қалады. Қазір телефон шырылдаса, бірден жауап беремін. Жақындарым жазса, кейін демеймін. Өйткені кейде бір жауап берілмеген қоңырау өмір бойы жазылмайтын жараға айналады. Егер анаң тірі болса, бүгін қоңырау шал. Егер әкең бар болса, халін сұра. Өйткені бір күні сен бәрін айтуға дайын боласың. Ал тыңдайтын адам болмай қалуы мүмкін.